Сәлем әлем, сіздермен бірге мен Маржан Амдығалиқызы, Сүлейман Демирел атындағы университетінің 2-ші курс студенті, 2 шет тілі мамандығы бойынша. Білетін болсаңыздар, Маржуме есіммен Инстаграмда, Телеграмда және ютубта танылған болатынмын. Сонымен дәл қазір СДУ туралы ең көп қойылатын сұрақ, бірақ ешқашан жауап бермейтін сұрақтарға жауап беретін болам. Барынша ашық, барынша шынайы қойылатын сұрақ, ол СДУда оқу үшін ағылшын тілін білу міндетті ме? Негізінен жоқ. Негізгі жауап жоқ. Сіз ағылшын тілін білмесеңіз де, егер СДУға грант алып қоятын болсаңыз, немесе СДУға платный ретінде оқитын болсаңыз, сізді ешкім қуып шықпайды, сен оқи алмайсың, сен ағылшын тілін білмейсің деп айтпайды. Бірақ егер өзіңіз үшін жақсы болғанын қаласаңыз, онда ағылшын тілін ең минимальны pre-intermediate левелінде біліп келгеніңіз өте жақсы болады. Сондықтан, егер де СДУға түстім, міне оқимын деген идеяңыз болатын болса, немесе уже СДУға түскеніңіз белгілі болатын болса, онда дереу ағылшын тілі курсына немесе ағылшын тілі мұғаліміне жазылыңыз, хотя бы база болатындай, хотя бы pre-intermediate болатындай деңгейіңіз болсын. Бұл неге? Сіз СДУға келген кезде документ тапсырғаннан кейін міндетті түрде сіз ағылшын тілінің деңгейін анықтау тестін тапсырасыз. Ол тест 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі кәдімгі тест, ABC деп жауап беретін, ол hello my name is деген басталады, и conditional деген қиын тақырыптан аяқталады. И екінші этап ол speaking, яғни сізбен ағылшынша сөйлеседі, хоббиларыңыз туралы кәдімгі деңгей анықтау тесті болады. И вот осы тесттен егер де сіз pre-intermediate-тан аспайтын болатын болсаңыз, и сонымен қатар ағылшын тілінде оқытылатын мамандықта оқитын болсаңыз, мысалы химбио, физика, информатика, екі шет тілі, международный право секілді мамандықтарда оқып, деңгейіңіз pre-intermediate-тан төмен болатын болса, онда сізге СДУ-ның ішінде орналасқан ағылшын тілін үйрететін білім беру орталығы бар, кішігірім, сол жаққа жолдама береді. Ол тегін емес, айына 70 мың, 60 мыңның көлемінде. Бірақтан оның бір нәтижесі қуантарлық деп айта алмаймын, өйткені өзім қатыспасам да сол курсқа барып білім алған таныстарымды білем, олардың айтқан маған пікірі бойынша, кеңесі бойынша, лучше ол курсқа бармай қой, бекерге ақшаны шығындалады деп айтқан болатын. Ол курста өтетін білімді, алатын білімді, өтетін сабақтарды СДУда и так міндеттелген ағылшын тілі бар, сабақ кәдімгі жүретін, сол жақта ала аласың деп айтқан. Ал сабақ барысында егер 4 жылдың 2 жылдың ішінде қиналғыңыз келмейтін болса, там сабақты түсінбей, ағылшындағы материал түсінбей, онда лучше оқып келіңіз. И өзіңізге де жақсы болады деген нәрсе. Екінші сұрақ, сабақ қиын ба? Жоқ, сабақ қиын емес, егер сіз оқитын болсаңыз, үй жұмыстарын жасайтын болсаңыз, мұғалімді тыңдап жүретін болсаңыз, и сабақтың қиындығы қайтадан айналып келетін ағылшын тілі деңгейіңіз өте төмен түсінбейтін болатын болсаңыз, онда сабақ сәл қиындау болады. Ал ағылшынды түсінетін болсаңыз, проблема жоқ, ешқандай сабақ қиын болмайды. Кәдімгідей өткен дүние болады, өткен дүниеден материалдан емтихан алады деген секілді дүние, бірақ барлық жерде исключение бар, кішкене ауадан алатын мұғалімдер де бар сұрақтарды, сондықтан барлығы кәдімгі оқитын болатын болсаңыз, ниетіңіз бар болатын болса, ешқандай қиындық жоқ. Сабақ оқып жатырмыз, 2 жыл қанша 4,5 мың студент бар, 4,5 мың студент әлі тірі. Но стипендиядан құлау мүмкіншілігі өте жоғары. 2019-2020 оқу жылында өте көп адам стипендиядан құлап жатты, FX-қа барып жатты, перезачаға тапсырды. Сондықтан өзіңізді морально дайындап сабақ басқа универлерге қарағанда сәл қиындау болады, но это того стоит. Үшінші сұрақ, СДУда коррупция бар ма? Бірден айтам, коррупция жоқ. Ақшамен ешқалай жауап өте алмайсыз. Егер ақшамен жауап өтетін болатын болса, онда студенттер стипендиядан құламайтын еді, студенттер барлығының балы 90-95 болатын еді. Мұғалімдер де сол үшін келеді, ең сапалы коррупцияға қарсы болатын, и коррупция бергісі келмейтін студенттер де осы жақтан келеді. Сондықтан СДУ-дің білімі сапалы, сондықтан СДУ-дан шығатын балалар көбінесе ақшамен өтіп кетем деген бір идеяны қолданбайды. Бірақтан бір кішкентай ғана секрет айтайын, ол ақша бермесеңіз де кейбір мұғалімдер бар, ағай қойып беріңізші, апай қойып беріңізші, 1 ақпал, 2 ақпал деп айтса, біраз мұғалім бар қойып беретін, жанаши, келесі семестрде жақсы оқимын деген нәрсені қойып береді. Бірақ ондай мұғалімдер көп емес, арасында прям қойып бермейтін, 1 балл үшін стипендияны қотатындар да бар. Бірақ ешқалай ақша бермейсіздер, ол нәрсе қуанту керек сіздерді негізі. Жатақхана неге қымбат, және жатақханада тұруға кеңес беретін бедіңіздер. Я жатақхана жылына 500 мыңдай төлейсіз, яғни сіздің оқу уақытыңыздың жартысы, немесе қазақ тілі әдебиетінде оқитын болатын болсаңыз, 500 мыңды оқуға төлейсіз, 500 мыңды еще плюс жатақханаға төлейсіз. Неге қымбат?
біздің пиар отделдің айтуы бойынша ол жақта матрастары жақсы, ол жақта клининг деген бір системасы бар, ол жақта енді трехзвездочный отельдің дәрежесінде қызмет көрсетеді. Бірақтан жатақхана жақсы, мен кеңес берем. Егер сіз КТЛ-да оқымаған болатын болсаңыз, жатақханада тұрған жақсы, оның өте көп артықшылықтары бар. Таныстар табасыз, СДУ-дың жатақханасының атмосферасын сезінесіз, және кішкене болсын СДУ-дың тәрбиесін, СДУ-дың бір мәдениетін үйренесіз, сонда жатақханаға тұруға кеңес беремін біріншіден. Бірақ бұл жерде қайтадан бірақ дейтін тұстар бар. Ол қалай? Тренажерный зал 500 мың теңгенің ішіне кірмейді, оны айына бар болған 2000 теңгеге жазыласыз, аптасына 3 рет, қателеспесем. Одан кейін бір ғана тамақ, бір мезгіл тамақ кіреді, ужин кіреді, бірақ ужинді көңіл көншітер деп естімедім. Бір ойбай ужин маған ұнады, прям күшті екен деп айтатын студентті әлі кездестірмедім, өкінішке орай. И керемет жобалар жасап жатырсыз, сөйле деген секілді. Яғни айтқым келгені, өзіңіздің мүмкіншілігіңізге толығымен байланысты, ал клубтарды сол клубтарға байланысты, және 25 клубтың бірнеше оған жұмыс жасап жатыр. Қоғамдық өмір прям мәссаған деп айтатын бірінші курста қатты қызық болуы мүмкін. Екінші курста мен секілді ішіңіз пыса бастайды, зерге бастайсыз, басқа дүниелерді іздей бастайсыз. Бәлкім бұл нәрсе жақсы да шығар, бәлкім. Келесі сұрақ, ауыр тема, ол СДУ-да дінге тартады деген рас па? Жоқ, СДУ-да ол нәрсе, бірінші сұрақтың жауабы табу үшін ол нәрсе қайдан шықты деген нәрсе келу керек. Адамдар үшін дін деген нәрсе тым тәрбиелік деген нәрсеге алып келеді. СДУ-дың студенттері тәрбиелі, мәдениетті 90% деп айтайық, мәдениетті және кейбір дүниелерге қарағанда бәлкім дін жағынан ұқсас болып келуі мүмкін, бірақ СДУ-дың ішінен феминистті де көре аласыз, таба аласыз, маскулистті де таба аласыздар, немесе дінді қорғайтын адам таба аласыздар, атеисті де таба аласыздар. Просто СДУ бұл әртүрлі адамдардың бір тоғысқан ортасы, и ол нәрсені дінге келіп байлап қою дұрыс емес. Келесі сұрақ, СДУ-да егер платник болатын болсан, сен мемлекеттік грантқа ауыса аласың ба? Жоқ. Мотивацияңыз керіп шегіндіріп жіберуі мүмкін, бірақтан өкінішке орай дейін бе, басқа университеттерде қалай екендігін білмеймін, бірақ СДУ-да мемлекеттік грант ала алмайсың платник болатын болса. Мейлі сен ЖПА-ң жоғары болсын, мейлі сен барлық сабақтан керемет болып тұрсың, мейлі сен активист бол, қоғамдық өмірдің белсенді мүшесі, бір клубтың хеді бол, оның координатор бол, сен бәрі мемлекеттік грантқа ауыса алмайсың. Ондай жағдайларды естідім. Менің өзім жақын құрбым да бар, жақсы оқиды, бірақтан мемлекеттік грант ала алмайды. Максимум бір КТЛ-да оқып бітірген үшін скидкасы бар, сол скидкасымен жүр, қателеспесем. Сіздермен бірге болған мен Маржан Әбдіғалиқызы, және де келесі репортаж не туралы болғанын қалайсың, осы жерге жазып кете аласыз. Сау бол!